Сен кімсің? Қайда жүрсің? Сен кімсің? Мен Джекпін. Джек сен ба? Иә. Мен ғой Джонсон. Иә. Сен бұрынғы досың ше? Айтпақшы досымсың ғой сен. Сен қалай тұрып қалдың? Ей-май. Мен қазір кішкене ауқатты адаммын, ақшам бар кішкене. Ауқатты адам? Бұл адамдар қазір аштан өліп жатқан кезде сен қалай ауқатты адам болып кеттің? Просто қазір олай тілмен айтқанда бизнес дей ма бірдеңе ғой, сондай ғой біз. Сондай біртүрлі кейін. В общем, ана Кира өліп қалды ғой. Менің ана бауырым ше. Сен бауырың бар? Иә. Кира. Айтпайсың ба сен досың емессің ба? Барсың. Мен ол кезде болмадым ғой сен. Ана мен сен соңғы бір жыл болдым ше. Қай кезде? Білмеймін, есім емес. В общем, ана ғой Кира ше мен бауырым өліп қалды ғой ана. Бәріңді бір күнде тұрып өлтіремін деген сөзімен. Кира ма ол? Өліп қалды ғой. Өліп қалды ма? Иә, інім. Білмеймін әйтеуір. Мен ана емес, пистолеттің дауыс шықты ғой осы жерлерден ба? Аяқ астынан жанып кеткен не істейді? Соны айтамын ғой. Күн 40 градус ыстық болғанда қандай жанып кетті деймін да? Соны айтамын ғой, қазір жаз айы ғой. Еще ол бәріңді бір күнде тұрып өлтіремін, бәріңді деп құтырып сөйтіп өзі өліп қалды ғой. Өліп қалмай. Сауап болыпты, иә, өзі. Сауап емес, інім ғой сен. Ол кішкене псих қой енді сондай. Құтыра береді. Сен не істейсің енді, сен қандай қиын жағдайың бар? Жағдайым жоқ шығар. Сен ана сенің қарғасын өмір сүресің, айтпақшы, иә? Айтпақшы бар ғой, сол жақта бизнес жақсы. Сенің қарғасына өмір сүріп қазір. Бизнесімді жайлап доңғалап тұрған кезде мен қанша шақырып қалыптан марландтар. Қазір марландтардың қасында мен қазір перландтар саттым. Сен кімсің қазір? Марлансың ба, перландсың ба? Марланд. Марланд? Әйтеу ешкім айтып қоймайды. Кира кім болған? Кира перланд. Онда сен де перландсың ба? Бауырың перландсың, сен де перландсың. Не істейміз енді? Өздеріңіз қалағандай зомбилердің қаптауы 2-ші маусым соңғы бөлім. Кіреді? Баскетбол зомби деген бәле қайдан шықты? Әйтеуір білмеймін ғой, қайдан шығады. Жорыққа бара берші сәл дайындалу керек қой, 10 айда. Айтпақшы мен інімнің қанды ғой, Кира. Кира бірақ ұзақта өтіп қан шашып. Басы жоқ, басым біреу ұрлап кеткен өзім. Басы жоқ? Иә. Мәсі саған әне. Кеттіге үйге тұғой, айтпақшы саған қазір 3-те басы кіреді өзім бір монстр. Монстр.
Ма келдік қой, атымыз да бар ғой, айтпақшы біздің. Иә, жақсы болып қайт. Иә, кеттік. Ашыққа кеттік ғой, мына жақта ема. Болматына қалғанда ашық қой аузы. Қазір жауып алып біз дейтін, жауып алып. Жауып бөттік қана, жақсы болды ғой. Жауып тастады ғой қабырға. Мен Кира Брахус. Ей, кім дағы? Пирландтан жеріне оралдым. Пирланд? Чотам. Аға, қалайсыз? Ей, өлген едің ғой, сенің мұзға лақтырып жегенен. Қандаймыз? Бір сезім болып отыр сенде. Кетті. Тоқта. Мен сендерді өлтірем деп айтып. Қайда адамдар? Гадинге тұра алмайсың сен. Қайдасыңдар барқытарыңды? Олар қашып кетті. Марияға ұжым. Ойбай, елмай, жаңбырдан ойын кетті қосу сұлу. Ой, мынау қалайсыңдар? Ей, кімсіңдер сендер? Жетелер не ұжым? Марландтар. Тиіспе. Қазір зомбилер создать етсем жақсы болар. Өдірме. Марландтар. Садағадан ба? Өлтіре алмайсыңдар. Ал осы зомби жететін сияқты. Тағы да бір-екі тиісу керек еді. Болды, зомбилерден толып кетті. Өліңдер. Артырыңдар. Кира, қойсайыз бұндайын адамсың сен әдеу, адам баласы. Мен адам емеспін. Енді қазір сен аямайын. Мен Херобримін. Ке жара. Бәрі өлтіре алмайсың сен. Джек. Не? Неге сол күні зомбилер басып кірді? Өзінде білмейді. Сен ғой, зомбилерді осы жаққа кеп шақырған Марияға. Сен қатесің. Сонда зомбилерді мен шақырған ба? Иә, сен шақырдың. Артыр ара. Кеті. Саған сен қасына бір-екі зомби қою керек еді. Қойдамызың. Ал келіңдер зомбилер, өлтіріңдер. Зомбилер маған тиісе алмайды. Әскери неменен кетіп қалды Марияға? Әтежер мойнағын кесу керек қазір. Так. Джек, қайдасың? Так, ол қайда кетіп қалды? Бергелі бер. Джек. Мойнынан кестім сені. Аға, босатшы мені. Херобрим болған білмей қалдым. Жүр бол десін. Мен дым есімде жоқ аға. Іштен есімде жоқ. Мен қақаға келдім, жаурап отырмын. Жүр десін. Басын апты. Не үшін? Аюларға жем боласың. Аюлар біз қақтамыз? Антарктидадасың. Ё-майо. Мен қаяғы? Суық қой ақ бұдан да. Осы жақта отырасың сен. Тамақ қойын. Сен осы жерде қалдырып кеткен мәңгілікке сен тымшықтен шықтың осы ісің үшін. Қош бол, інім. Алло, Джек. Қалың қандай? Жағдайың қалай? Жақсы ма? Я, жақсы. Не істеватсың, может, не істедің бүгін? Айтпақшы, мен Кира Брахусты өлтірдім. Қойшы, өлтірдің бе сен? Неге өлтірдің оны? Ол тымшықтен шығып кетті. Адамдарды өлтірді, және де жорыққа келіп сенің қорғасын бұзып. Ой, тымшықтен шыққан бала ғой, оны өлтіру керек негізі. Мен де солай ойлаған едім өлтіруді. Жарайсың, енді халыққа жеткізу керек бұны, жұртқа айту керек бұл хабарды. Достар, егер де зомбилердің қаптауы сериал ұнаса, лайк басып арнамызға тіркелсеңіздер болады достар. Егер де 3-ші маусым қаласаңыздар, біз әрине қуана түсіреміз.